Сенсің бе? Бұл қалай болды? Нүктедің ешқандай жолы жоқ па? Жай ғана ол менің компьютеріме кіріп маған кедергі жасап, мен бірдеңе істеуге тырысқанда, мен не болғанын түсінбедім. Бірақ мен кейінді құтқаруға дейін жерлер құлай бастайды. Қандай ыңғайлы. Джекс? Не? Сонда біз жай ғана оны кешіре салуымыз керек пе? Мына бәле арамызда үлкен былық жасады және бізде ештеңе қалмады. Өтінем, сабырсызды. Біз бірге... Тағы бірдеңе айтқың келмей ме? Джекс! Не? Ол қателесті, бірақ соңында сендер оның жағына шыға салдыңдар ма? Ми сканері. Scratch ми сканерін жасап шыққысы келген. Бұл жұмыс іске аспайды деген ойда болдым. Біз алынған деректерді қалай өңдеуді білмедік. Және олар өте кішкентай болған. Олардың қандай болуын ескерсек, мен бұл файлдарға толы папканы көрдім. Кодты қарап жатқанда, менің ойымша ол файлдар іске қосылған. Сонда бұл... Мен мұның екенін білемін. Неде болса, сені құттықтаймын, Зубыл. Сен әлемде өз ізіңді қалдырғың келген сияқты ғой, солай ма? Қандай керемет. Джекс. Ал сен, Рогатта, соңында анамен қалғың келеді ғой, солай емес пе? Аузыңды жап, Джекс. Меніңше, мен әлі... Білем. Мұны әрқашан білген сияқтымын. Әрқашан. Тек белгісіз. Мұны көру әлі күнге дейін жаныма қатып жатады. Білем. Бірақ біз біріміз үшін бармыз. Біз бұған бірге тап болдық. Біз біргеміз. Біз біргеміз. Көмек керек пе? Әрине, егер өзің қаласаң. Деніңді бос ұста. Терең дем алып, өзіңді қинамауға тырыс. Мен шынымен көмектескім келді. Сенде жақсы шығып жатыр. Мен бәріне көңіл-күй көтере аламын деп ойладым, бірақ бәрі толықтай сәтсіздікпен аяқталды. Шынымен, мен тіпті байқап көруге сондай ақымақпын ба? Жоқ. Бұлардың бәріне сенің жоқ. Бір нәрсе жасауға тырысып жүрмін. Қорқынышты. Әрі қарай не болатынын білмеймін. Тыңдашы, бұл жерге келген адамдардың барлығы басқаша болған. Бірақ сен секілді бірнеше күннің ішінде үйренісіп кеткен ешкімді көрмедім. Уайымдағанда шекем жақарады. Мен де бұл кез келген адамға қиын. Кейбіреулер апта кетсе, ал кейбіреулеріне тіпті ай кетеді. Осыған үйрену үшін мен өзім де сол қатарданмын. Бірақ сен санаулы күндерде үйренісіп кеттің. Тек бұл қана емес. Сен олардың сенетін жақын адамсың. Олардың суық болғанына қарамастан, қазіргі уақытта сен оларға ауадай қажетсің. Сен өте мықтысың, помни. Сенің қолыңнан келетініне сенімдімін. Біз бұлдарға сөйлестік. Шынымен бе? Иә. Михали ерлігінде. Бұл сенің есінде бар екенін күмәнім бар. Бұл бәрібір де шындық. Бұл уақыт алуы мүмкін. Бірақ кейін бұл қалпына келеді деген ойдамын. Біз барлық мәселені шешуге күшіміз жетпейді. Өз мәселелерімізді де
айналадағы мәселелерді де біз барлығын істеп жатырмыз қолымыздан келгенше. Бұл әрине аз күшті талап етпейді. Бірақ біз міндетті түрде мұны шешеміз. I don't know what the trouble's been, but it's too much to get over you. You're much too much to get over. Өткенге болып тоқтап қалудың қажеті жоқ. Енді не істейміз? Жалпы біз не істей аламыз? Әрине ол жеңілу керек еді. Әрине ол біздің ештеңе істей алмай қалғанша күтіп отырмақ болды. Құдай, бұл сондай бред, Джекс. Кешір. Неге? Бұл сенің кінәң емес. Меніңше, Джексті тоқтатып көру үшін бізге жоспар құру керек сияқты. Жай ғана, мен әрқашан бұл мен болуым керекпін деп ойлайтынмын. Олай деме. Бәрі біз дос болғанбыз, яғни дос сияқты едік. Бұл Джекспен дос болуға барынша жақын еді. Ең құрғанда біз сөйлесе алатын едік. Бірақ кейін Невада тундыратын бір нәрсе болды, менің есіме түсіндіруге шамам келер емес. Оның не болғанын. Бірақ олардың арасында бір жағдай болды. Ол Ребит. Оның аты Ребит болатын. Ол туралы айтқаның есінде сияқты. Кешір, мұны қозғамауым керек еді. Ребит бізді тастап кеткеннен кейін мен оны жұбатуға тырыстым. Ол менен оның есімін ешқашан ұмытпауымды өтінді. Ол маған уәде бергізді. Мен уәде бердім. Сол кезде біздің достығымыз аяқталды мәңгілікке. Егер бас тартқанда бәрі басқаша болар ма еді? Бұл мен үшін өте қиын болды. Неге кезгенімді білмеймін, мен оның жалғыз еместігін білгенін қаладым. Жанында екен сезіндіргім келді. Сондай-ақ тағы бір досымнан айырылғым келмеген сияқты. Енді не болғанын қара. Рагата. Сен менің бұл тізерікте ең алғашқы досым болдың. Қандай жағдай болса да, сені өзіме ең жақын дос деп санайым. Дос болып қалғанымызға өте жақсы.
бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Бірігіп Генгл Гугл және патшаханың жағдайын білейік. Оларға дәл қазір сен сияқты біреу керек. Помни, сен бұл жерге келгелі басынан өткен жақсы жайттардың бірі болды. Мен саған сенем. Джекс, әрқашан жаныңда екенін білсең екен, және егер саған бірдеңе керек болса, немесе біреумен сөзің келсе, маған сен арталасың. Саған мұның керек екенін білемін, және бұл жағдайда көмектесе алатын жалғыз адам менмін. Маған мұқтажың бар. Мен саған деме болам. Мұны қара, біреу біздің ауа жетіспеушілігіне өлмейтінімізді ұмытқан секілді. Қанекей достар, бар ынталарыңды салыңдар, бұл ең керемет жерлеу рәсімі болмақ. Бұл көңіл көтеріп еске алу салты, болмашы затқа жылау салты емес. Эй! Джекс, тоқташ, неге сен олай киінгенсің? Нені? Болма! Зомбиге құрмет көрсетудің ең жақсы жолы, оның бір түрлі болмасын қабылы шығар деп ойлап едім. Сен зомбилерді келеке ету үшін киініп алғансың ғой? Жоқ, олай істейтін сен ғой. Джекс, мен сені жек көрейін. Не болды сонша? Ұнамайтынды киіп танытпашы Райката. Жерлеу рәсімінен кейін бөлмеме кел. Кешікпе, жарай ма? Не қарап тұрсыңдар? Іске кірісіңдер. Сен мен жалғыз адамды өлтірдің. Мен оның өмірінде артық жақсы көрдім. Ал енді мен сені өлтірем, Джекс. Расым еме? Сен неме мені барлық нәрсе кінәлаушы едің ғой. Ой,
Енді не істеу қажет? Дұрыс ойласам, жағдайды ауыстырған жөн секілді. Келесі кезгенше. Қалай сен бұл бөлмеге кірдің? Бізде бұл бөлмеге қыздарға кіруге болмайды деген ереже бар. Үстіндегі не үшін кидің? Мен ешқашан мұндай киім кимес едім. Мен мұны мысқылдау үшін кидім. Осылайша бәріне қаншақты үйсіз екенімді көрсетемін. Шешес. Ұмытып кетпеңдер, мен пионерді жақсы ойнаймын. Тыңда, егер сен мұны қайта-қайта айта беретін болсаң, онда сен негізінде ойна алмайсың. Аузыңды жаптап ойна. Ей, аузыңды жаптап ойна. Жаңағы арғы жақта көргенім сенің біз туралы ойлайтының ба? Мүмкін. Кім біліпті? Ащы шындықпен ойнағанда бәрі әлде қайда қызығырақ бола түседі. Бірақ Джекс, бұл шынайы емес. Өйткені шындық деген. Дәл солай жұрттық күлдіреді кейіпкерді. Бірден кім өлтіреді дейсің? Қандай ғажап идея, Джерика. Бұл эпизод тұтастай драмаға айналды. Бла. Көңілді сәттер қайда? Үніңді өшір. Нағыз Джекс қайда? Мұндай сұрақтар қою арқылы ештеңеге қол жеткізе алмайсың. Ал енді бұл жерден кетіп ойынымызға кедергі жасама. Ешқайсында бұны есіктің кілті жоқ па? Менде жоқ. Болған күннің өзінде мен саған бермес едім, ұқтың ба? Өзіңге қарашы, әйелдер андуды қою қажет. Сен алар емесің, меніме де осылай болса ғой шіркін. Тоқта. 1 минут. Не? Сабыр сақта, бәр жақсы. Маған жоламаңдар. Мен сондай ақымақпын. Бұл сезім менің есімде. Ол міндетті түрде кетеді. Ыстық шоколад өте жақсы. Іріпта сайын Кауфман екеуміз ішуді әдетке айналдырып едік. Шынайы көрінеді. Қара, қол күліп. Қой, онда ештеңе болмады. Күлкісі былай тұрсын, бірақ ол бірдеңеден бастауы тиіс қой. Негізі сен оны күлгі мәжбүрледің ғой. Сен жай күлкілі емессің. Сәлем, ребят, менімен команда болғың келе ме? Ой, бұл оңынан келмей тұр. Әуелі Джекске терк көрсетіп қайтайын. Жақсы, көңіл көтеріңдер. Өтінемін, кешір мені. Бүгінгі саяхат тамаша өтті. Сені қуанта алғаныма қуаныштымын. Сен өміріңде бір іс жасап па едің? Өкініп өтетіндей. Жоқ. Ал сен ше жасап көрдің бе? Бәріміз істеген бір нәрсені сұрап тұрмын. Дұрыстай алмайтын, ұмытта да алмайтын. Хей, мен ата-анаммен байланысымды үйден кеткен кезде өскем. Олар қызу жандар етін, ал мен жоқ. Дегенмен, бұған қарамастан мен оларды қайта көргім келер еді. Бірақ мен осында қамалып қалдым.
Бұл сенің мені саған ашылуға мәжбүрлейтін тәсілім бе? Бұл саған сенетінімнің нышаны. Мен саған үйсізбін деп айттым ғой. Тағы не білуің қажет? Қараш маған. Сен маған сенесің бе? Мен сенемін, бірақ бұл өте қиын. Маған да білсу қиын болып тұр. Бірақ сен маған ұнайсың. Қанша қиын болса да. Бәрібірде қиын, солай емес пе? Ата-анаммен қарым-қатынасым өте біртүрлі болды. Мен жоғары сыныпқа көшкенде олар ажырасып кетті. Мен ешқашан әкеме жақын болған емеспін. Ол әрдайым қасымда болды, бірақ білесің бе, болмаған секілді. Ол ешқашан менімен мақтанбайтын сияқты көрінетін, және үнемі оны үмітін ақтай алмағандай сезінетінмін. Мен ешқашан оны күткеніндей бола алмадым. Ал ата-анам ажырасып кеткенде оны өмірімде қайта көрмедім. Анаммен татумын деп ойлаушы едім, бірақ ол үйден кеткен соң анам өзгерді. Мен әлсіздік танытсам, оған қарағанда еркектігім кем саналатын. Алашуға берілсем дәл сол сияқты жаман адам болып шыға келетінмін. Оны саған қандай болды? Бірақ шик көргендей де болды. Және мен сондай ақымақ болдым. Сонында мен оның нысанасына айналдым. Мен оған бір нәрсе айттым, қатты өкінетін әңгімемді. Терең әрі жеке әңгіме. Мен оны аяқтан шаламын деп ойладым. Бірақ ол менің үстімнен күлді. Бірақ кейін ол маған бәрібірде ашуланды. Қорлық сөздері тым ауыр тиді, және ол ешқашан бітпейтіндей көрінді. Және осыншама жағдайға қарамастан ең қатты мазалағаны ұрыстың соңында оның мені құшақтап алғаны еді. Сол сәтте не істерімді мүлдем білмедім. Сондықтан шошып кетіп, оны бар күшіммен итеріп жібердім. Ол жерге құлады. Және орнынан тұрмады. Оны маған күнәлі сезіндіру үшін әдейі істегенін немесе білмеймін. Мен мұны жауабын ешқашан біле алмаймын. Қолымнан келгені тек қашу болды. Барынша алысқа қаштым. Оған не істеген болсам да, мен мұны ешқашан білмеймін. Сондықтан сол күн туралы өкінетін тұстарым өте көп. Ол аман есен жүр деп үміттенем. Әрине, егер полиция тізгінге алмаса, онда барлығы жақсы. Мен кешір, мен тым көп сөйлеп қойған сияқтымын. Білесің бе? Сен маған сенгеніңе қуаныштымын. Досым-ау, ұяттан өтіп барамын. Сенің құпияларың мен қауіпсіз. Қазір күте тұршы, жай ыңғайсыз момент еді. Не қалап едің? Егер ыңғайсыз... Әрине. Керемет, қара. Егер де сен мен айтқандарды бірге айтатын болсан, мен сенімен ешқашан да араласпайтын боламын, жақсы ма? Жарайды. Жақсы, сау бол.
Неге мен сондай ақымақпын? Неге ақымақпын? Ей, Джекс. Білесің бе? Кешегі күн үшін мені кешірші. Егер мен өзімді тым жаман жағымен көрсетсем, я саған Тоқта, сен не жайлы айтып тұрсың? Сен мұның барлығы өтірік болғанын білесің ғой, Ал сен қалай ойладың сонда бұл ұйықтап жатқан бұқа туралы шағын драмалық оқиға шын деп ойлап па? Мен кетуім керек. Сен менің сыңарым болғың келе ме? Жоқ, мен Кауфманмен біргемін. Давай келесіде. Мен олардың осындай болуы тиіс деп естігем. Ей, сәлем. Сен менің сыңарым болғың келе ме? Жоқ, мен Кауфманмен біргемін. Солай ма? Рэббитке не болған? Түсінсем бермасын. Жоқ. Мен кафеге бұйы барғалы жатыр едім. Жақсы, ал неге маған мұны айтып жатырсың? Тіпті білмеймін. Ей, тыңдашы, Джекс. Оңаша сөйлесіп алайықшы. Қандай тақырыпты сөйлескің келіп тұр ал? Мен білмеймін. Сен не істесең де, арамыз қалай болса да, әңгімеміз үзілгенін қаламаймын. Біз онсыз да мына жерде сөйлесіп тұрмыз. Менен тағы не қалайсың? Мен жай ғана қайтадан сен досың болғым келеді. Жақсы, сен әрдайым менің өміріме кіріп, үнемі кедергі жасайсың, солай емес пе? Ей, сен басқаша түсініп тұрсың. Сен шынтуайдында мынандай емессің ғой. Неліктен? Әрине, сен мені жақсы білесің, бла-бла-бла. Өтінем, мұна сандырақты доғаршы. Достығымыз болмашы затқа болады біткен қаламаймын. Дайым-ау, қандай ақымақ едің, читтер енді. Неге сен әлі сол өткен түн туралы ойлай бересің? Бізден түк шықпайды. Сен әлі де болмайтын нәрселерді ойлап шығарасың. Мен түсінбеймін, сен неге сен өзіңді басқаша ұстап жатырсың? Кешір. Мен сені оңашада қалдырайын. Ей, егер Рэббит мен жайлы бірден айтса, бұл өтірік. Не? Ей, Рогата, сен қандай фильм жайлы айтып жатыр едің? Не туралы айтып жатырсың? Кешегі жайлы ма? Ей, Джекс, сен Рэббитті көрмедің бе? Джекс, сендер жақсы достар болдыңдар. Білем, сендер өте жақын болдыңдар. Егер екеуің сөйлескен... Мен бұның ауыр екенін білем, бірақ маған ашылуға қысылма, мен түсінем. Мен өте берем. Не? Оны Генгл деп атауға қалай қарайсың? Бұл есімде өзі секілді күлкілі. Қане Генгл, сенің атыңды біздің системаға енгіземін. Жолдан бұлай тұр, қуыршақ. Джекс, білем, біз аңдып жатқан жоқ, бірақ шығу жолын таптым. Есіне ал жасқанда ләззат алуды ұмытпа. Мен оянғанша мен осында бола тұрам. Иә? Түрінге не болған? Жылайтын сияқтымын. Осылайша сендер соңында. Егер сен адырасаң, мен сен жайлы ұмытар едім. Сенің пианинода ойнай алатыныңды білмеппін.
Мен тек бірнеше әнді ойнай аламын. Неге сен осындасың? Енді сен бәрін білесің. Ал енді сен әлі неге осындасың? Жай ғана менің қателіктерімді ойлағанымды қалайсың ба? Мен жаман адаммын. Осыны естігілен келді ғой. Мен өзім де бұны жақсы білемін. Онда неге маған хабарлататындар әлде бар? Сен мен артынан ермеуін қажет еді. Сен мені сағынбауын қажет еді. Сен мені жақсы көрмеуің керек. Бұлай болмауы керек. Өтінемін, мені жайма қалдаршы. Сендер жағдайды одан сайын қиындатып жатырсыңдар. Сендер мұны қиындатып жатырсыңдар. Сен маған ішінде басатып барлығын айту керек еді. Енді қазір тым кеш. Мен мұны өзім жасадым. Артқа қайтатын жол жоқ. Онда ішіңдегі бәрін босат. Мен сені жек көремін. Сен білесің ғой. Бұл жерден шыққым келмейді. Бұл менің әдетім. Мен бұл жерден шыққым келмейді. Менімен бірге қал. Сен мұны шешуге өзің тырыспайтын шығарсың. Солай ма? Үлгергенімізге қуаныштымын. Сен алдында қалай айтып едің? Достарым.
Сенің ойында көптен ауыр ойлар бар. Біз әлі де адамбыз. ішімдегі айту үшін жеткілікті болды деген ойдамын. Ол сол жерде тынышталу қажет. Қараңғылық есіне адасқандарды тыныштандырады. Мәссаған, мен бұған көп роктардың кететінін білмеппін, оны сол жерден шығарып алу үшін. Қалың қалай. Тіпті бұл ауырмайды. Мен сен үшін алаңдадым. Барлығы үшін рахмет. Ей, мұны біреу істеп қажет болатын. Мен жаман нәрсе жасадым. Бұл маған лайықты жиырма. Олар мені жойғысы келеді. Олардың ісі дұрыс емес. Солай емес пе? Мен қателестім. Так.
Мен жауапсыз болдым. Мен оларды өзіме қарсы қойдым. Бірақ неліктен? Мен көптеген жаңа дүниелер жасаймын, өзіме пайдасы тиеді. Мен оларды шығара алмаймын. Ал сонда оларды осынша қызық ететін нәрсе еркін емес. Бірақ ол мені жек көреді. Олар мені сатып кетті. Олардың әлемі менікінен әлде қайда кем. Мен оларды торда ұстап отырмын, бірақ бұл өте қате. Олар жақсы уақытты түсті. Енді менің кезегім келді. Егер мен оларға себептен бостандық берсем, олар мені өлтіреді. Немесе күту қажет. Өкінішті, сенімен мұны істегенде. Біздің кіші-кіш бірге болды. Бірақ енді біз бұлай өмір сүре алмаймыз. Мен шынымен де сағынатын боламын. Эй, Кейн. Мен білмеймін. Олармен қайта көрсуге дайынмын ба? Кешіруге лайықты емеспін ба деп қорқамын. Бұл біршама уақытты ғана алады. Кейін бәрі ұмытылады. Мен әлі де сені жақсы көремін. Бірақ мен бұны маған айтсам деп енгізбеген едім ғой. Мен білемін. Мен түсінем, сендердің қорқыныштарыңды. Мен емесімнен кейін сендердің себеп. Жоқ, маған сенуге. Мен көп ойланып. Сендерге осымен бірге келдім. Осы орында басқаруды. Мен сендер жайлы көп білемін. Өмірлерің жайлы. Ал енді мен түсінбедім. Сендерді өз бақылауыма ұстау, бұл қате екендігімді. Мен сендердің кешірімдеріңді күтпеймін. Бірақ кем дегенде менің ұсынысымды қабылдандаршы. Сен біздің өмірімізді осы жерде тұзаққа айналдырдың. Ал енді саған қайтып сену үшін көп уақыт алатыны белгілі.
Бірақ барлығына қарамастан сен оралғаның жақсы болды. Сендерге көмек қажет пе? Жоқ, әлі қажет емес. Біз бір амалын таптық. Жақсы. Мен бір нәрсе дайындап едім. Дайын болғанда саханаға келіңдер. Жұмбақты тоқтатамын. Және ойынды да. Помни, Абигейл Брукс. Есепші бол жұмыс істейді. Бірақ ол адамдармен көбірек араласа бастады және жаңа достармен бірге қыдырып тұрады. Олардың кейбіреулері оның видеоларында болады. Ол видеоларды әлі күнге дейін уақыт өте келе интернетке жариялап тұрады. Раката. Сьюжи Джей Акерман. Ол өзінің туған қаласынан кетіп қалды. Анасымен байланысын толықтай үзіп, табысты мансап жолын құра білді. Ол көптеген достары тауып, олардың әрқайсымен шынайы әрі берік байланыс орната алды. Ол бақытты, сондай-ақ өзінің кім екенін және өзгелер үшін қаншалықты маңызды екенін түсінді. Кенгл, Зои Раван. Алған жарақатына қарамастан, оның ауруханада емделу процесі жақсы өтті. Ол фастфудтағы жұмысынан шығып, кішігірім дизайн агенттігіне жұмыс тапты. Және де ол өзінің веб-комикстерін интернетке жариялап тұрды. Зубл, Райли Версалис. Ол өзінің жұмысын өткізіп алған соң, Райли сәл тоқтап өз кафесін ашты. Және барлығы жақсы өтіп жатқан сияқты. Қалалардағы барлығы осы кафеге барады. Бұл альтернативтік ғалым секілді көрінеді. Олар өзін жайлы сезінетін жерде осы. Ешкім үкім шығармайды. Патшахан, Грент Басс. Ол әлі де өзінің технологиялық бизнесмен жұмыс жасайды және оның Destiny атты бақытты әйелі бар. Олардың 2 қыздары бар. Олар өте бақытты отбасы. Джекс, Лерой Меттео. Үйсіз болып жүргені бірнеше ай өткен соң, ол өзіне тұрақты жұмыс тапты. Бұл жолдау ақысын төлеудің тұрақты әрі жақсы тәсілі. Ол достарымен бірге көңіл көтеруге шығады. Бірақ бір түрлісі, олар Байде Райлиде тұратын секілді. Мұның қандай да бір бөлігі шынайы. Әрине, бұған сен ойлағаннан да көбірек сенімді бола аласың. Менде бұрынғыдай күш жоқ қазір. Сендерге бұл жерден ең керемет ретінде жасап бере алмаймын. Мен шараларда жасай алмаймын. Сондықтан сендер өздерің қалаған заттарды қалаған уақытта жасай аласыңдар. Айтқым келгені, меңзегенім Абигейл. Менің айтқым келгені, біз бәріміз осы циркте жақсы өмір сүре аламыз. Мен жай ғана помнимін.